Бүгін бізде құрбан айт шалып жатырмыз. Соған асатын етті дайындап жатырмын, табақтап жатырмын. Мынау бірінші табаққа салатын етіміз. Жамбас, белдеме, жілік үлкен, асықты жілік. Содан кейін бұл жерде бір кәрі жілікті қосамыз. Адамның бізде бір столда, бір дастарханда 9 адамнан отырады. Мынау тұтас сүбе. Бұл бірінші табақ. Екінші табақ тура осылай болады. Содан кейін үшінші табақ ол басқаша болады. Екінші табаққа тағы да осылай. Жамбас, екінші табақтың еті. Жілік, белдеме, асықты жілік, сүбе. Тағы да екінші табаққа үлкен әйел адамдар отырады. Бірінші табақ ол ер адамдар, екінші табақ әйел адамдар. Кәрі жілікті де салам. Бұл екінші табақ. Бұл үшінші табақ, е? Бұл үшінші табақ. Жастар жағы болады. Омыртқа, жілік, бұғана, көз. Бұл үшінші табақ. Мынау төртінші табақ. Енді міне үйдегі қалған бала шаға жейді. Жілік, омыртқа, бұғана. Мына мойынды да салып жібереміз. Бұл төртінші табақта үйдегі жауырын. Сонда біз бір мал сойса, қой сойса, соның қойдың бәрін етін асып тастаймыз. Өйткені сонша адам жиналады. Бір қойдың етіне еді? Бір қойдың етін солай етеміз. Мына бауырды сосын общий жалпы пісіргенде табаққа бөліп саламыз жауырынды. Бүйрек, жүрек, құйымшақтың несі, бауыр, бас сирақты бөлек асамыз. Бас сирақты жуып жатыр қазір ан жақта. Қазір оны бөлек саламыз. Осылармен бірге. Осы бізде. Ал енді шек қарынды қазір уақыт жоқ, тазалап аламыз. Оны өкпесін, шегін, қарнын бәрін тазалап, пісіріп, оны пирожки пісіреміз. Қызым. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші стол.